Ал сонымен. Ана барып түсіре берсе апады. Әні келді ғой. Сонымен бүгін жалғыз басты пикет. Амансыздар. Осы кісілер ме, сіздің кісілеріңіз? Ботагөз Еділбайны шақырды мені. А я не боюсь, я до сих пор боялась. Сіз кімсіз? Екі баламды өлтіріп отыр, незаконно осуждение, 30-те, 24-те. Мені, а маған бәрібір. Мен 14-ші поликлиниканың директоры, сотрудниктері бәрі. Мен бір көзіме соқырап қалдым. И соған барғанда на лечение, они мне такое устроили, что я давление 220, сахар 350. Я 4 дня пролежала дома. И я решила, когда вот очнулась, а на днеге барып келдім. Уже қорқыныш бәрі кетті менен. Мен неге как ашқасқырдай, екі баласы айырылған. Осы үйде өліп жатамын. Я Требую Гаагского трибунала Токаева. Он мастер девать. Екі баламды өлтіргенмен де өлтіріп кетсін. Менің баратын жерім жоқ қазір. И так сейчас у меня давление 220 и сахар. И их цель уничтожать нас, пенсионеров, инвалидов. Мен баратын жерім жоқ. Как вам написали? Маған керек жоқ бұлар. Я 20 лет после убийства сыновей, 20 лет я куда только не писала. Кім мен адамды беріп жатыр? Дистанция сақтап мені түсіріңізші. Кто-нибудь дает мне ответ? Мен блогермін. Вот эти да, Блогер болсаңыз да кішкене артық вот эти тұрсаңызшы. пытки, угрозы, да, множество перенесенных мною тяжелых наказаний, убийство сыновей, уничтожение всей моей семьи, не лечение, да не получение медпомощи, получение моей пенсии, минимально забрали пенсию, все, мне больше некуда идти, я боялась, я долгое время скрывалась, потому что судебные сотрудники полиции преследовали меня, убивали меня. Я пряталась, приходила спрятаться, а теперь дошло время, мне 70 лет. Я уже не боюсь этой коррупции Токаева. Это именно коррупция Токаева. Одних олигархов он помогает, отправляет со всем богатством Казахстана в другую страну, а других олигархов, бандитов, воров сажает их на место. Моему сыну Рустему, инвалиду первой группы, за недоказанный ущерб 6 тысяч тенге осудили на 8 лет лишения свободы. А почему семью Назарбаевых, да, Токаев не осуждает пожизненно? И он без зазрения совести говорит, что мы перед законом, наша страна, законы можно вопрос равны. Почему у вас такое требование? Почему вы так решили? Потому что я ждала этого ухода Назарбаева. Долго ждала, когда он уйдет. Или на тот свет, или в отставку, хоть куда. Пока при его жизни у меня будет этот конец света. У меня никаких прав у меня не будет. Ушел Назарбаев. Я так радовалась. Сел на его место. Вроде люди говорили, что он такой знающий свое дело. Хороший президент. Нет, Назарбаев не ушел. Назарбаев от власти никогда не уйдет. Он до сих пор там сидит. А Токаев — это его опричник. Опричник, который действует по его указанию. И также он его указания он исполняет. И пока Токаевщина и Назарбаевщина, их бандитизм, вот этот режим бандитский будет существовать в Казахстане, никогда не будет нового Казахстана. Вот эти вот решения суда, суды неправомерные, по их указаниям, суды неправомерные. У них вот эти закон и их исполнение у нас умышленно настроено на то, чтобы производить террор над своим народом, собственным народом, который и так уже пострадал от произвола, судебного произвола, от карательных верхушки органов. Он их защищает. Нас не будет защищать. Токаев не нами избран, он не народный. Зинаида, напомните ваши требования касательно вашему сыну, да? Нет, насчет сына, и вот когда я говорю 20 лет, они стерилизируют меня. Ни одна больница меня не принимает. Все права мои отобрали. Даже вот я 27 сентября ослепла на один глаз, и 14-ю поликлинику, вот эту эстафету сейчас передали этому директору Мусенову, там Ерлан Тастамбекович, что ли, вот ему. Он меня просто прессует.
Он издевается, он гоняет, устраивает гонение. Что вот в начале марта у меня давление поднялось 220, а сахар был 34,6. Я была на том свете, 3 дня пролежала, потом у них страх ушел, и я вышла. И хочу, чтобы народ знал, как мы выживаем в этой стране. Почему вы смерть сыновей связываете с Назарбаевской системой? С властью? Ну, потому что эта система до сих пор продолжается. До сих пор продолжается. То есть ваши Судебная- дети пострадали от рук Назарбаева, считаете? Судебно-правоохранительной системы, они убили их обоих. И я считаю, что эта система придумана Назарбаевым, и которую сейчас эстафету взял в руки, продолжает Токаев. Его. Потому что они умышленно придумали вот эту систему, закон и их структуры исполнения. Они именно, да, вот для произвести, чтобы над народом террор, над своим собственным народом терроризировать. Как можно умышленно так вот издеваться над своим народом? Вот только для того судебная система, только для того. Кешіріңіз, ұлтыңыз қазақ қой, иә, сіздің ұлтыңыз қазақ па? А? Қазақ па ұлтыңыз? Жаңа өте жақсы сөйлейді екенсіз қазақша. Қазақша айтыңызшы халыққа. Менің жазушыларым қазақ тілді. Мен қазақша айтқанда жасым 70-ге келді. Қазақша жақсы сөйлеймін. Бірақ менің кінәм емес. Осы кезге дейін мен орысша ойлаймын, мыслю по-русски. Айта беріңіз, қазақша жақсы сөйлеп тұрсыз, тәте. Қазақшаны жеткізе алмаймын. Жеткіземіз, ойын. Жан айқайыңызды қазақша жеткізіңіз. Түсінеді әр қазақ. Жарсын өздері ойлайды сіз үшін. Мен қазір жүре алмаймын. Менің позвоногым бәрін сындырған, машинамен соққан, умышленно сындырған. Мені не істемеді маған? Менің өлген баламды өлтірген камерада 3 күн ұстады. Магнитофонға қосып қойып, баламның дауысын мен оны да естідім. Олардың цель мені жындығанаға тығу. Қайда барсам, атрофия коры головного мозга дейді, диагноз қояды. Это поражение головного мозга, этого головного мозга. Как будто кроме головного мозга у меня ни одного вот в организме других органов нету. Хотя сейчас вот они оставили только вот здоровый мой это головной мозг. И больше... Жақсы. Тәте, жақсы, рахмет. Ал, Санабар, сіз де келдіңіз бе? Пикетке? Сіз пикетке. Сіз блогерсіз, иә? Ал енді тағы да ана жол 2 сәуір күні митинг кезінде мына 2 кісі халқын шақырған. Жалғыз басты пикет болады деп. Бұлардың маған ұнаған сөздері. Тоқаевты жеп көрем дедіңіз ғой, иә? Сол үшін мен сіздің артыңыздан жүгіріп келдім. Требуем международный Гаагский трибунал на Токаева. Не стреляй в меня, я без оружия. Дұрыс айтасыз. Айта қойыңыз. Тікелей эфирдесіз, жарайды. Требуем международный Гаагский трибунал на Токаева. Ал бастап айта беріңіз. Мен 2000 өткен жылдан бері май айынан бері не халықтық ой алла Тоқаевтан не сұрап жатырмын, жаңағы денсаулығыма байланысты. Инвалидность сұраймын, бермейді. Қазір енді халықтық қор деген ашылған, сол халықтық қордан қанша уақыттан бері сұраймын, бермейді. Енді жаңа Тоқаев жаңа Қазақстан құрамын, ана балалардың бәрін, қазақтардың бәрін қырып өлтіріп тастады. 4 жасар бала, 10 жасар бала, 15 жасар бала емізіп отырған ананы қырып тастаған соң көтіне түшіп, қорқып халықтан. Болды, енді мен жаңа Қазақстан құраймын деп уәде берді ғой. Ана халық тағы да шығып, оны енді осы биліктен алып тастамасын деп. Жаңа Қазақстан құрам деді, халықтық қорынан көмек беріледі деді. Қазір мен инвалид, 2 группа инвалидпін. Андай ешқандай халықтық қордан көмек бермей тұр маған. Қор жинап жатырмыз, әр адам. Болат Назарбаев осынша миллиард, анау бай 5.000 теңге берген. Бір адам 5.000 беріпті, бір олигархты. Соның біреу 5 миллион, миллиардтап беріп жатыр. Ол қор қайда кетеді деп ойлайсыз? Енді ол бір Тоқаевтың өзіне белгілі, ол фейк халықтық қоры, ол фейк болып тұр ғой. Халыққа пайдасы жоқ, осы уақытқа ешкімге көмек көрсетпей тұр. Жаңа Жәмішевтің өзі айтты, егер кредиті барлар өздерің неғып алыңдар, төлеп алыңдар деп. Халықтың кредиті, менің талабым халықтың кредиті төленсін. Менің кредитім бар мысалға. Маза бермейді күні-түні кредит. Одан кейін жаңағы
шетелге операцияға 18 миллион ақша қаражат керек болды көзіме операцияға. Оны да бермей тұр. Сұраймын, врачтарға барсам, халықты қорға лақтырады, халықты қорға барсам, врачқа жібереді. В общем, шарик-марик қылдай ортада. Сіз жекеменшік үйіңіз бар ма? Жекеменшік үйім жоқ. Үйіңіз жоқ. А неге сіз несие төлейсіз? Төлемеңіз, сізге не жасай алады? Соттай ма, ата ма? Не істейді? Түрмеге отырғызып қоя ма? Жұмысқа салып қоя ма? Сіз мүгедексіз ғой. Төлемесеңіз де болады ғой. Енді қазір Неге қазақилыққа басасыздар? Төлемесеңіздер сізге, төлемесеңіз, сіздің баспанаңыз жоқ алып алатын. Сізді түрмеге отырғыза алмайды, мүгедексіз. Ат тастай алмайды, қарапайым халықсыз. Әмбе қазір енді халықтың алдына шығып, өзіңізді әйгілі жасап жатырсыз, енді халықтың назарындасыз. Не жасай алады? Төлемесеңіз ештеңе жасай алмайды ғой бұл билік. Одан кейінгі талабым мен полиция заключенныйдың бәрін босатсын. Кеше қандар қырғындағылардың бәрін қамап отыр, олардың бәрін босатуын талап етемін. Айналайын, рахмет, аға. Дұрыс айтасыз. Ал енді қазақ халқынан шыққан осындай адамдар, рахмет, керемет. Мына Тоқаевтың жауы менің досым. Ана жолы митингқа шақырған, Тоқаевты жек көреміз, келіндер, қолдаңдар деп енді қолдап жатқан жоқ, өйткені халықты қорқытып қойды. Бірақ та халық қорқып жатқан жоқ, олар үндемей тыныш отыр, күтіп отыр. Жаңаөзен сияқты, Жаңаөзенді қолдағандай гу етіп шығады менің батыр халқым, оған мен сенем. Тоқаев сонда үн-түнсіз кетуі керек. Бірақ та халқым, мен сіздерге айтып қояйын. Енді барлықтарын жабылып осылай бірін-бірлерін қолдап шықсандар, миллиондап, сендерге ешкім оқ ата алмайды. Өйткені біз қазір бүкіл әлемнің назарындамыз. Казахстан довели до точки, 30 лет люди терпели, довели до точки. У нас нет ни своей культуры, ни своего языка. Представьте, вот для депутатов миллионы выделяются, чтобы выучить язык. Легче уже обезьяну выучить. А инвалидам? А инвалидам вообще ничего не выделяется. Вообще на каждого инвалида 4 миллиона 400 тысяч выделяется в год. Я знаю, что это первая группа точно. Куда они деваются, кто с них кормится, я не знаю. Мы получаем копейки, на которые не хватает на самое необходимое. Сізде мүгедексіз, е? Я Қай не, топтасыз? после инсульта. А после инсульта. Вторая группа. Жекеменшік үйіңіз бар ма? Үйіңіз жоқ. А қалай тұрып жүрсіз? В Восточном Казахстане бар. Восточным, сондай үйіңіз бар. Ол атыңызда тұр, е? Я жил манда тұрамын. Пәтер жалдап тұрсыз. Я пәтер жалдап и это. Оны қалай төлейсіз? Участкада тұрмын, этот, 5 жыл. Айтпайды, реабилитация одна, айтпайды. Енді Группа усиление бермейді маған. Мен усиление беріңдер деп. Маған көмекші керек. Көмекші не положено дейді. Тогда усиление беріңдер деп. Тоқаев, сен бізді көріп тұрсың ба? Тоқаевқа жеткізіңдер. Дұрыс айтасыз. Қолыңыз кішкене кемтар ма? Не қолыңыз ұстай алмай тұрсыз? Міне, көрдіңіз бе, қазақтар? Бір қолымен плакат ұстап тұр. Далада суық жел. Соның өзінде шыдап, саусақтары тоңып қалған, бірақ шыдап, өзінің жан айқайын жеткізіп, бүгін көмектесе ма деп үміттеніп келген қазақ әйелдері. Заставил стрелять людей. Да, да. Міне, саясатқа жоқ адамдар өздерінің жеке бастарының құқығын қорғап жүргенінің өзінде олар енді көргенін айтып тұр. Халықты атқанын енді оны көрмедік, естімедік деп айта алмайды ешкім. Бүкіл әлем көріп отыр. Тоқаев өзінің халқына оқ аттырған. Саясатқа жоқ адамдардың өздері осыны енді амал жоқ айтып жатыр. Бұл енді саясатқа байланысты. 4 жасар қызымыз, 10 жасар ұлымыз, 15 жасар қызымыз Талдықорғандағы бүкіл бір отбасы. Және бала емізіп отырған ана, қазақтың бір батырлары, егерде батырлар барлықтары мерт болды, бір Тоқаевтың қолынан. Орынбасар? Алло. Министрліктер үйіне келші, 5-6 кіреберісінің алдында тұрмын мен, пикет. Давайте сюда
Бесінші алтыншы кіреберіс қайда? міне 5-6 жоғары сотқа баратын жақ. Рахмет. Тез кел. Барам. Тез кел, пикет болып жатыр. Плакатын дайында. Давайте еще пару слов скажу. 30 лет Назарбаев нам только обещал все. Мы молчали. Армии нету, культуры нету. Это единственная страна, которая в мире, которая разговаривает не на родном языке. Да, дұрыс айтасыз. Өз тілінде. Иә, өз тілімізде сөйлей алмай жүрген бір мәңгүрт халықпыз. Ешкім осы қазақ елінде керемет қазақша сөйлеп жүрген жоқ. Армия жоқ, әскер жоқ, білім жоқ, медицина дамымаған, мәдениет дамымаған, Мошенники. ылғи алаяқтар, коррупция, Надо все правительство в отставку. мафияның барлығы билікке кіріп алған бірін-бірінің танысымен. Надо убирать всех. Иә. Толку нету, что он с места на место передвигает. Никто не работает, миллионы получает, мы копейки получаем. Я не пойму, куда наши деньги деваются. Пусть отдадут, что положено инвалиду, что выделяется, пусть отдадут на руки, налички деньги, на карточку. Лекарства покупать не хватает. Жер қойнауының байлығының үлесін қазақ еліне бөліп бермейді. Осылай сорлатып қояды. Осындай ауру халге жеткізеді. Жилье давать надо. Назарбаев весь Казахстан поставил раком, все кредит загнал. 80% банков Назарбаев в руках. Он не обеднеет, если погасит всем казахстанцам все кредиты. Менің таң қалғаным, былтыр 2 жыл бұрын білгенім, KFC тамақ ішетін столовый асхана, соның өзі Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі дегенде жағам ұстадым. Енді ол столовыйға дейін жетіп алған ба? А? Столовый. Молодежь не дают работать. Стройка-то не дают молодежи работать. Бәрін жауып, бәрін түрмеге салып. Кто только хочет слово сказать, их затыкает рот, затыкает интернет, затыкает. Вот было позавчера. Қазақ халқы экстремист, террорист деп сөйтіп, қазақ халқына кір келтіру оның системасы, жүйесі. Кішкене жазсан комментарий, сразу жауып қоят. Рот закрывает, 30 лет закрывали рот. Всем не закройте, всех не перестреляете. Дұрыс айтасыз. Сіз кім болып істейсіз? Айтыңызшы, кім болып істейсіз? Қорқпа полициядан, сен полиция қатысын жоқ. Sizde onda kelsin şu an. Уведомление bergen. Ya sizge отказ verildi hakimattan. Sizde уведомление жоқ болғаннан кейін осы акцияны тоқтату керек. Қазіргі жағдайда ішкі істер органдары Не жасайсыз бұл кісіге, егер де акцияны тоқтатпаса? шара қолданды. Не, қандай шара қолданасыз? Мен жұмысым сізге заңды Қандай шара қолданасыз бұл кісіге? Айыппұл тігесіз ба? Жоқ ақшасына? Немесе түрмеге отырғызасыз ба? Қандай шара қолданасыз? Неге қорқытасыз? Неге халықты қорқытасыз? Неге? Почему вы молчите, ничего не делаете? Можно я Сколько раз договорю? мы приходили, я письмо Пожалуйста, сразу. Сіздің айтқан сөзіңіз, Тоқаевтың сөзі тыңдамаймыз. Все акции необходимо проводить У нас согласование. все записано. Подождите, пожалуйста, не перебивайте. Все акции необходимо